Қайырлы күн қыздар. Сіздермен бірге мен Асел. Біз бүгін сіздермен жасымық сорпасын дайындаймыз. Ол үшін алдымен қызып тұрған табамызға сұйық май жағып, алдын ала ұсақталып туралған пиязымызды саламыз. Осыны жақсылап араластырамыз да ыдысымыздың қақпағын 2-3 минутқа жауып қалдырамыз. Екі-үш минут уақыт өткен соң тағы да жақсылап араластырамыз да 1,5 ас қасық ұн саламыз. Ұнды да 2-3 минут қуырып аламыз. Екі-үш минут уақыт өткеннен соң ыдысымызға алдын ала ұсақталып туралған сәбізімізді саламыз. Енді жақсылап осыны араластырамыз да 4-5 минутқа қалдырамыз. Себебі сәбізіміз жұмсаруы тиіс. Үстінен томат саламыз. Ыдысымыздың қақпағын жауып 4-5 минутқа қалдырамыз. 4-5 минут уақыт өткен соң жақсылап жуылған жасымығымыз, яғни чечевицамызды саламыз. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Яғни томат пастасы барлық жасымыққа тиюі тиіс. Содан соң үстіне салқын су құямыз. Салқын дегеніміз ол бөлме температурасында, аса қатты суық болудың қажеті жоқ. 2 литр суымызды құйғаннан соң оттың астын жайға қойып, ыдысымыздың қақпағын жауып 20-25 минутта қайнатамыз. Міне, біздің жасымығымыз пісті. Енді осыны оттан алып, блендермен жақсылап еземіз. Міндетті түрде осындай блендер болуы тиіс. Жақсылап езген соң татымына қарай тұз және бұрыш саламыз. Жасымық сорпасын лимонмен ішкен дұрыс. Ас болсын барлықтарыңызға.